Еліміздегі әртүрлі оқиғаларға елең етіп, жұртты жазбаларымен шулатып жүрген ережесіз жекпе-жек шебері. Спорт бұлай тұрсын, түрлі жайттарға жағымды, жағымсыз пікір қалдырып жүрген Қуат Хамитовтың біз білмейтін құпиясы қандай. Ендеше дәстүрлі айдарымызға кезек берейік, Медетжан Ізғұтты жалғастырсын. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз әлеуметтік желідегі өзінің батыл жазбаларымен тек қана жанкүйерлерінің ғана емес, сондай-ақ оқырмандарының да көңілінен шығып жүрген белгілі спортшы, жекпе-жек шебері Қуат Хамитовпен сұхбат құрмақпыз. Осы жерде кездесеміз деп келіскенбіз. Қуаттың өзі де келе жатыр. Ассалаумағалейкум, Қуат. Қалайсың? Әлеуметтік желіде мықты посттар жазып тұрушы ең жиі. Қазір ондай посттар көп жарияланбай кетті. Ол енді әкімдер мен министрлердің жұмысына көңілің толғаннан ба, әлде уақыт болмай жүр ма? Мен жай спортшы ретінде, жас спортшы ретінде сондай қауымдағы еліміздегі проблемаларды мен көріп жатсам, ол кісілер менен де көп нәрсені көрген, өмір көрген кісілер ғой. Оның бәрін мен айтып қана қойып нетіп жатсам, олар соның бәрін жасайтын адамдарда негізі. Жалпы мен елмен біргемін, ондай проблемалар болатса өзімнің пікірімді білдіріп жатамын негізі. Бұл кісілермен жиын тойларда, болмаса үлкен спорттық шараларда кездесіп тұратын шығарсың. Ол кезде бетіне айтқан кездері болды ма? Депутаттар бар, әкімдер бар, министрлар бар, солармен кездесіп қалған кезде, Алматы қаласында жүрген кезде де кездесіп қаламыз. Кездесіп қалған кездерде болады. Олардың өздері де айтып отырады, сенімен бауырым кездесеміз, сенімен келісеміз, сенің айтқаның бәрі дұрыс. Санасады, е? Е, сенікі дұрыс, сенің айтып жатқаның, нетіп жатқаның, сен айтқан нәрсені біз айта алмаймыз. Егер біз айтсақ, бізді жұмыстан шығарып жібереді, бірақ сен айтқанмен толық келісеміз, тоқтама, осы алған бетінен қайтпа деп, менімен келісіп жатады көбінесе. Өзің білесің, біраз спортшылар, олимпиада чемпиондары депутат болып жатыр, болмаса бір лауазымды қызметтерге тұрып жатыр. Өзің ондай ұсыныс түскен жоқ па? Әншілер болсын, спортшылар болсын, депутат болуды бір титул жеңіп алғандай қабылдайды. Ол жаққа барған менің ойымша, жеке менің ойымша, егер сен депутат болсаң, сен бірдеңе өзгертемін деп, бір пайда келтіремін, бірдеңе жасаймын деп, сондай мақсатпен егер бармасаң, егер сондай бірдеңе өзгертуге шаман келмесе, ол депутат болудың керек емес деп ойлаймын. Бұл сұрақты өзіңе миллион рет қойған шығар, бірақ сонда да неге Найман лақабы? Өзім елім Найман, ол Найман ішінде Қаракереймін, Қаланбай атамыздың ұрпағынанмын. Сондықтан енді жекпе-жекке шығып жатқан кезде ол мен өзім Найман болам деп өзім таңдаған жоқпын негізі. Ол бірінші жекпе-жекке шыққаннан кейін, бірінші жекпе-жекке жеңіске жеткеннен кейін екінші бір үлкен жекпе-жек болды да. Сол жекпе-жекке шығатын кезде организаторлардың нелері болған, организаторлардың талабы ма сондай? Талабы болған, әрбір спортшының өздерінің лақабаты болсын деген. Сондықтан жаттығуда, спарринг кезінде осындай досымыз екеуміз шақырып, қандай лақабат қоямыз мыналарға деп. Сол маған айтты, сен елің кім деді? Елім Найман. Бол енді сен Найман боласың. Елімізде осы ережесіз жекпе-жек әртүрлі саласы дамып келе жатыр. Өте қатты дамып, соңғы 2 жылда. Ол неге байланысты деп ойлайсыз? Қазақтың жігіттерінің сондай батырлығына ма, осындай күрестен, бокстан көп жүлде алып, осы спортқа келіп жатқандығынан ба, әлде басқа себептері бар ма? Бұл қазір глобалды өсіп келе жатқан спорттың түрі. Өйткені мысалы осыдан бір 5-10 жыл бұрын күреспен, бокс, басқа спорт түрін олардан асатын мықты спорт болмайтын. Қазір қарасақ, статистика бойынша осы ережесіз жекпе-жекпен бокс, профессионалды бокстың қызығушылар көретін, назар аударатын, елдің назар аударатын спорт түрі осылар болып кетті. Табыс жақсы ма осы? Табысымыз өзіміздің сол жекпе-жекке шығамыз. Одан кейін кішігірім өзіміздің кәсібіміз бар, мен айттым ғой, советник деп. Сол екеуміздің өзіміздің ісіміз бар бұлай. Сонымен ақырын келе жатырмыз. Енді басты мақсат ақша емес қой бізге. Басты мақсат сол әлемді мойындату. Ал жалпы менің бір спонсорларым бар, осындай көмектесетін адам бар деп, ондай адамдар жоқ. Мен осы спортқа жүргелі бір 15 жылдай болған шығар. 15 жылда маған
бір адам көмектескен емес. Отбасын құру жоспарда бар ма? Енді бір бойы ұзын, бір жақсы қазақтың қызы кездесіп жатса, үйленіп жатырмыз енді. Қуат, осымен бүгінгі сұхбатымызды тамамдасақ, өзің енді тек қана жеңісті күндерде жолығайық дегің келеді. Қайда жүрсең де жолың болсын. Сәттілік. Сау болыңыз. Аман.